Ене, сіз қалай жақсы көрсеңіз де өзіңіздің ұлыңызға күйеуге шыға алмайсыз. Онымен төсекке штанды шешіп жата алмайсыз. Төсек мәселесіне қатысты ажырасып жатқан жұптар болады ма? Иә, болады. Қонақ үйіне жібердім, шампанский ішіп көр дедім, вино ішіп көр. Не дегенде оның өзін жұмсартамай жүр ғой. Қат қалған. Әйелінің жаман иісі бар, еркегі оны құшақтағысы келмейді. Күйеуі жақсылап ұрып тастаған оны. Сәл аздау сіздің көрермендеріңіз, лайктарыңыз аздау. Шыдау деген сөзіңізге кішкене тоқталғым келіп тұр да. Шыдайсыз, мен бағана айттым ғой, ішіңізде жел жиналып қалса да сіз бір жегіне тарс етіп жібере алмайсыз ғой. Шыдау керек, бәрі жерде шыдайсыз. Есенсізбе көрермен, кезекті сұхбатымызды назарыңызға ұсынамыз. Сұхбатты соңына дейін қарайсыз деген үміттеміз. Егер соңына дейін қарап жатсаңыз, лүпіл басып, пікір жазып, қолдауды ұмытпаңыздар. Бүгін бізде қонақта психолог Анна Құдиярова, танымал психолог деп айтсақ бола ма сізді? Иә, сіздің кішкентай кезіңізден танитын мені, Ақжүністен танитын шығарсыз. Сізде бір жұлдыз ауруы деген болған бе еді? Мен ойлаймын, ондай болған жоқ. Не дегенде мені бір дегені бәлігі қошемет деп таққа отырғызған жоқ. Керісінше, кет сұмдық, қайдан әкелдің, ол Американың психологиясы. Жоқ, бізге қазақта ондай болмайды. Ол не деген сұмдық? Зигмунд Фрейд деген бұл буржуазный, болмайды бізге. Ол оңкей бір секс туралы айтады. Не, жоқ. Біздер қазақтар әппақпыз, пәкпіз. Сондықтан онда ешқандай жұлдызға мүмкіндік жоқ. Бүгінге дейін әлі 100 адамның енді 3-тен 1 бәрібір қарсы, маған да қарсы, психоанализға да қарсы. Сондықтан ол, жұлдыз дегеніңіз ол енді 100-ден ең болса 99-ы көтеріп алып, оқ деу керек қой. Жақсы. Жалпы бүгінгі сұхбатта тұрмыстық зорлық-зомбылық қазір енді актуалды болып тұрған тақырыпты көбірек қозғасақ деймін. Және жалпы шаңырақтың не себептен шайқалуы деген сияқты сауалдарға жауап іздесек. Алдағы тақырыптарымыз сол жайында болады. Қазір енді мен сұрағым келіп тұрғаны, сіз сұхбаттарыңызда көбіне бұрын осылай болды, бұрын психоанализ десе ел шошитын деген сияқты айтасыз да. Кейіннен қазір енді өзгерді. Иә, қызметіңіз қанша тұрады дегеннен басталады. Қазір осындай деңгейге шықты деген екенсіз. Мен жаңа сізге айттым ғой, кітабымды шығардым деп, 2 кітап шығардым ғой. Соның ішінде менің естеліктерім бар ғой, бұрын 2005-те, 2007-де, 2009-да берген интервьюлерімді тауып алдым да, оны сол кітапқа енгіздім. Сөйтсем, сол бір 2009-да ма, сессияңыз қанша десе, журналистке мен ой кешіріңіз, сессиям 5000 теңге, бірақ ол онша қымбат емес қойды. Бір кешірім сұрап, жалынып атқан ғой. Ал қазір енді келсең кел, келмесең кел деп, қазір менің бір сессиям 75.000 теңге, бірақ бірінші кездескенде 90 минут, сондан 150.000 теңгеңіз болса, онда келе қойыңыз деп бажырайып отыра берем. Ана жерде өзім бір аң-таң қалдым. Бейшара болып жалынып отырмын. Ой, 5000 теңге ғой, бары жоқ деп. Енді қазіргі деңгейіміз осы сіздің бағаңызды, психологтардың еңбегін бағалауға жетті. Енді сіз мүмкін болашақты көретін шығарсыз, осындай деңгейге жетуіміз керек деп ойлайтын шығарсыз. Қазақстан қай деңгейге шығу керек жалпы қазақ халқы психологиялық сауаттылыққа? Білсеңіз, естісеңіз, мүмкін естіген шығарсыз. Аргентина деген бір ел бар. Осы биыл соңғы подкасттарда, соңғы вебинарларда сол жиі есіме түсіп жатыр. Аргентинаға 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде өте көп психоаналитиктер көшіп кеткен. Не дегенде, мына жақта соғыс болып жатыр ғой. Латын Америкасында соғыс жоқ. Сондықтан соның біреуі, мысалы, Бион өте беделді адам, идеялар өте қызық, оның бүкіл командасы. Солар Аргентинада психоанализді сондай дамытты. Енді шынымен зерттесе, мүмкін оның да министрлері, президенттері сол таныс болып, соларды көмектескен шығар, неше түрлі указ, приказ болу керек шығар оған. Сонда қазір Аргентинаны бүкіл дүние жүзімен салыстырғанда психоаналитиктерді ең көп пайдаланатын ел. Көрдіңіз ба? Оны сіз тек футбол деп танитын шығарсыз Аргентинаны, бірақ біз сол психоанализдің әлемі деп танимыз. Сонда еден жуушы қарапайым әйел, жоғары білімі жоқ деп айтайық, менің психоаналитикім бар деп айтады. Ол сол болу керек, көрдіңіз ба? Қайдан білінеді адамдардың психологиялық сауаттылығы артқаны? Көрдіңіз ба? Мысалы, мына әрекетті осылай жасайтын болады, қазір осылай деген сияқты. Мұрынды бет қылмайды, психологиялық сауаттылығы бар адам. Мысалы, психологиялық мәдениеті жоқ адам қайтеді, есікті ашты ма? Қатын, шайың әлі дайын емес па деп бір соғады.
психологиялық мәдениеті бар адам, айтайық, жұмысы қиын болды, қиналды, ашуланды, шаршады, есікті ашады да, ей, шайың әлі дайын емес қой, Қатеке, сені бір ұрғым кеп тұр. Міне сөзбен айтты, ішіндегі ашуын, бірақ қолды, жұдырықты жүзеге асырған жоқ. Міне осы айырмашылығы. Сонда біздің қазір менің шәкірттерім, менің командам шырылдап жүргеніміз осы. Әрине ашуланбайтын адам жоқ, дәретханаға бармайтын адам жоқ. Бірақ игересіз ғой. Сіз мысалы бастың алдында жиналыста отырса, іштегі желіңіз қысып кетсе де сол жерде тарс етіп шығармайсыз ғой желіңізді. Бәрібір күтесіз. Көтенді қысқан бай болады дегендей. Сонда мына жерде бұл эмоциялық түтіндерді, эмоциялық газдарды біз айттымыз. Сондықтан эмоциялық ішіндегі керек емес желдің барлығын эмоциялық туалетке бару керек. Психоаналитиктің кабинетіне мысалы. Қазір онлайн бар, өте жиі. Сондықтан оңай қазір табу. Бұрын маған 2 айда жазылып, Ақтаудан, Атыраудан, тағы бір Зайсаннан келетін еді ғой. Қазір апай уақытыңыз бар ма дейді, 1 күн, 2 күн енді арасында. Болды ғой, онлайн зумды қосады да айтатын әңгімесін айта береді. Сіз қазір тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты лекциялар өткізіп жүрсіз ба? Лекция, воркшоп, дөңгелек столдар, вебинарлар. Біз осы 3 айдан бері біздің команда тегін көмек көрсетеміз деп шештік. Сондықтан 3 айдан бері әсіресе мектептің психологтары мен мектептің мұғалімдері. Не дегенде балықты басынан, баланы басынан емес па? Ол жастарға бәрібір күніге ықпал көрсетіп атқан солар мұғалімдер. Біз оларға көмектестік, олардың санасы ашылса, олардың жүрегі ашылса, онда балапандарға жақсылап көмек көрсете алады. Физика мұғалімі, ол бәрібір ықпал етіп жатыр. Ол тек физикасын беріп жатқан жоқ қой. Ол бәрібір тәрбие көрсетіп жатыр, мәдениетін көрсетіп жатыр. Бірақ ашуланып кетеді. Ана жақтан күніге ішіп келген күйеуі бар, мына жақтан сабақты физиканы түсінбейтін шәкірттері бар, сонымен екеуінің арасында жынданып кететін мұғалімдер де бар. Біз соларға көмек көрсетеміз. 3 айдан бері көмек көрсетіп жатырмыз. Сондықтан сіз білмеймін сізге бағдарламаңыз қашан шығады, бірақ қыркүйектен бастап оны тоқтатамыз, мүмкін келесі жазда тағы да бастаймыз. Айта алдым ба? Осыны неге бастадық дегенде, қазір балдардың арасында өзіңіз білесіз, буллинг бар, кибербуллинг бар, неше түрлі зорлық бар. Ол дене зорлығы, мұрынды бет қылатындар. Ол жыныстық, неше түрлі ұлдарды, неше қыздарды жыныстық зорлыққа қазір құрбан етіп жатырмыз. Арасында өліп кетіп жатқан неше жастар бар. Соның бәрін біз мектептен бастамаймыз ба? Соңында білмедім енді, бұл біздің өзіміздің инициатива ғой. Бірнеше мың, енді 3 айдың ішінде бірнеше мың адам келіп кетті. Бірақ бізде 20 миллион халық емес па? Бірнеше мың емес, бізге жүздеген мың адам керек. Білмеймін, сіздің бағдарламаңызды біреулер тыңдаса, бастық сымақтар, министрліктер, мен үнемі соны айтамын. Мен енді 80-ге қарай селкілдеп кетіп баратырмын. Маған ол дүние емес, дүние қолдың кірі болғандай. Маған жинап беріңіздер шошы мұғалімдерді. Қазір онлайн ғой, 1000 адам отыра ма, 5000 адам отыра ма, жинап беріңіз. Мен тегін сайрап соларды үйрете берейін, бірақ оларды жинайтын біреу керек. Менің күшім жетпейді ғой, мен мектептің директор емеспін, мен министр емеспін, менің ешқандай бұйрығым, тек шақырамыз, тегінге кел деп. Сонда да менің қарным ашқаны осы жазда. Әрқайсымыздың біз бір 11 ма 14 адамбыз. Әрқайсымыз зомда 100 орын ғой. Кейде бар жоқ 5 адам келеді. Тегін беріп тұрмыз. Не жарайды, онда тегін келмесеңіз, ертең 40-ден бастап онда 150 мың теңге төлеп келе беріңіз деп отырмыз. Бірақ келгендеріне қуанамыз. Әрине, кейде 43 адам, кейде 85 адам келіп қалады. Бірақ көбінесе аз келеді. Сонда көрдіңіз ба, кезінде Абай атамен мен зерттеген диссертация жазған Шәкерім Қажы, олар да қазақтарға ренжитін еді ғой. Мен өрге тартып баратым қазақтар деп, қазақтар төменге түскіз келеді. Тегін алыңдар психологиялық мәдениетті, психология сауаттылықты алыңдар десек, келмейді ғой. Өзіңізді баяғы Абай сияқты көресіз ба? Абайды шынымен де енді ол шындық болса, өмірінде бір 2 рет жақсылап сабалаған. Мен енді тікелей сабаламаса да, мұрынны бет қылмаса да, бірақ психологиялық сабалау, психологиялық зорлық деп айтсам болады. Менің кейде ренжитінім, қазір енді аты жөнін айтпай қоян, мен өзіңіз білесіз, мені бұрын телеарнаға неше рет шақыратын еді ғой. Көтен ауырғанша 5-6 сағаттан отыра беретін еді ғой. Сонда менің ренжитінім,
бір-екі журналист өзі мені шақырып алды. Менің онда идеям оған керек болып тұр ғой. Ал алды да ана жерде талатып тастады. Сондықтан мысалы мен айттым ғой, 100-ден 3-тен 1 бәрі маған қарсы шығады деп. Ол діни қызметкерлер, діндар, жастар, не болсам бір консерваторлар. Былайша айтсаң академик, профессор, бірақ іштей консерватор. Солар кейде қатын жәлеп деген сөздің өзін айтатын болды ғой сол эфирде. Сонда соны шақырған журналист, бізде этика бар, бұл енді әйел ғой, енді ол кезде мен 80-ге кеткен жоқпын ғой, ол кезде бір 50-дің ар жақ бер жағы әйелмін ғой, қазір енді кемпірмін. Әрине енді оған ренжігеннен не пайда, бірақ жаңа сол сабалаған деген сол сөзбен сабалаған. Сен кімсің, Америкаға сатылып кеткесін, ана жерің анандай, мына жерің мынандай, жаман болған сөздерді айтатын еді. Сонда шыдап тұратын едім. Не дегенде маған бәрібір психоанализді көрсету керек еді. Психоаналитик қандай болу керек, соны көрсету керек еді. Сіздің парақшаңыздан көріп қалдым, осы қоғамда қазір қатты талқыланып жатқан марқұм Мадинаның өліміне қатысты Салтанат, Нұрай деген сияқты сіздің аруларымыздың. Сол өзімнің подкастымда үлгермеген бір ойды сізде бір деген айтайыншы. Көрдіңіз бе, біз психология жағынан шырылдап жатырмыз ғой. Бірақ оған тағы да заң керек. Мен енді заңгер емеспін, бірақ мен дұрыс түсінсем, бізде Салтанат деген заң қабылданып қойған. 2 жыл ма 3 жыл болды, Бірақ сол менің кабинетіме клиенттер келеді ғой, көгала қойдай болып келеді, кейде басы жарылып келеді, кейде қолын гипспен алып келеді. Көбінесе әйелдер енді. Ол еркектер үйтіп шырылдап келіп жатқан жоқ. Сонда менің түсінгенім, Салтанат деген заңды жүзеге асыру механизмі әлі 100% емес. Мысалы, бір келіншектің жағдайы осы биыл жылдың басында келді. Күйеуі жақсылап ұрып тастаған оны. Сонымен енді жаңа дәрігерге барып, анықтамасын алып, кейін полицейге бармай ма? Оған жетектеп, ертіп артынан күйеуі де барады. Енді күйеуі еркек, аналар полицейский еркек, жеке отырып бірдеме деп сөйлесті, сіз кете беріңіз деген ғой. Сен біріне алып барса, жоқ, сіздің қағазыңыз жоқ, сіз бізге ешқандай арыздама берген жоқсыз деген. Одан кейін тағы бір барғанда, мысалы, басқа бір келіншектің әңгімесі, енді үйде не болмайды, жеңеше, бола береді ондай, қайта берсеңізші деп сөйтіп қайтарады екен. Көрдіңіз бе, сонда ол заң деген не болып тұр? Полицейлер мен еркекпін дейді да еркектің жағын алып жатыр ма? Онда полицейлерге де тренинг өткізу керек. Сен полицей болсаң да жаның ашу керек, әйелге де ол сенің қызың, сенің жеңшең, сенің мамаң, тағы бірдеме. Мен осы жерде түсінемін. Одан кейін барып жаңа бірінші келіншек адвокатқа жүгінді. Енді адвокаттың күшімен жаңа беретін арыздамасын беріп, әйтеуір сотқа жүгінді. Сонда өзін қорғаймын деген әйелдер де қазір сонда қорғай алмай жатыр заң түрінде. Ал біздер ол заңгер емеспіз, біз оның бәрін айта алмаймыз. Біз тек ана заңгер тауып алыңыз, бір адвокат тауып алыңыз деп айтамыз. Біздің айтып жатқанымыз, шырылдағанымыз, оған біз көмектесе аламыз. Сол заңға жеткізбей, не дегенде барлығы буллинг, барлығын зорлықтың бәрін буллинг десек, ол отбасыда басталады. Отбасыда не көрсең, соны ұшқанда ілесін дегендей. Мысалы, мен темекі шекпеймін, бірақ менің үйімде әкем, шешем, ағаларым бәрі темекі шегеді. Сонда мен үйден шыққанда менің киімім темекінің иісі емес па? Сондықтан қазір тағы да сізге де айтайын, мына жақтағы оператор жігітке де айтайын, біздің көрермендерге де. Қаны есіңізге түсіріңізші, сіз кішкентай болғанда шешеңіз сізді қандай 3 жаман сөзбен ұрсатын еді? Міне, есіңізге келген шығар. Әкеңіз сізді қандай 3 сөзбен балағаттайтын еді, сынайтын еді? Оның бәлік боғақ сөз деп айтпаймын, бірақ мысалы оңбаған адам болмайсың, оның арасында міндетті түрде қатын жәлеп кетеді. Сонда сіздер әлі кішкентай. Мен әлге дейін түсінбейтінім, 5 жасар қызға әжесі қатын жәлеп дейді. Қалай енді? Ең болмаса 15-те болса мен түсінетін едім. 5 жасар әлі бүлдіршін ғой. Оған қалай сондай сөзді айтуға болады? Сонда ол қыз сол сөзбен өседі. Не дегенде әжесіне ол құдайдай сенеді. Шешесі де соны айтып тұр. Онда мен қатын жәлеп екенмін ғой дейді да, одан кейін баратын жеріне барады. Міне енді әкесі мен шешесі зыр қағады. Өздеріңіз оған бағдарламай беріп қойдыңыз ғой. Нейролингва программирование деген бар ғой. Мына жерге құя берсең, құя берсең. Балалық шақтан көбісі сол жақтан болады. Не дегенде қызға 40 жерден тыйым деп бәр жерден қорқытып қойған ол қызға. Ол қызды ұрады, ағасы ұрады. Нақты бір клиентімді айтып тұрмын. Шешесі қол көтереді, әкесі бір рет теуіп тастаған. Сонда ол не көріп өсіп жатыр ол қыз?
Сондықтан оған норма, білдіңіз ба, ол қызға норма. Мені жақсы көрген адам, ол біледі онда, әкесі мен шешесі, ағасы оны жақсы көреді. Мені жақсы көрген адам маған қол тигізе береді, мені ұра береді, ол норма. Сондықтан күйеуге шыққанда ол норма. Күйеуі бірдеңені шапалақ бергенде ол бірдеңені, ойбай, не істеп жатсың, бұл жұрдай ғой, махаббат емес қой, бұл мәдениет емес қой деп шықпайды ол қыздар. Өзім кінәлімін ғой, өзім үйтпедім ғой, өзім бүйтпедім ғой, етігін жумадым ғой, иә, кірді жақсылап тазаламадым, бірдеме дейді да, өзін кінәлап сол жерде рабыня изаура болып жүре береді. Соны біздің айтып жатырмыз, әлі заңға жетпей ақ, мұрынды бет қылмай, басты жармай, көгала қойдай болмай, қазір соны біліп алсаңызшы деп. Сөйтіп қой мен айтқаным, ЗАГСке барды ма, екі адам үйленемін деп, 3 ай тренингке жіберу керек қой оларда. Сонда өзін таниды. Мазохист па, садист па, нарцисс па, абьюзер ма. Енді ондай сөздерді, диагнозды біз оларға айтпаймыз, бірақ сұрақтар қойып, мысалы, бірінші рет сізді кім ұрды, қашан ұрды, қалай болды, сіз қалай шыдадыңыз дегендей. Тағы бір клиент айтайын, шешесі қайтыс болды, ол мектепте жүргенде, бір мектеп, бастауыш мектепте. Одан кейін әкесі үйленді, одан жаңа балдар пайда болды, бірақ бұл өгей шешесімен тіл табыса алмады. Өгей шешесінің, енді әкесінің, мен ойлаймын, психологиялық мәдениеті жетпей тұр ғой сол кезде. Мына жетім қалған қызды, шешесі қалған қызды құшақтап, керісінше өзіне бағудың орнына, енді қыздың айтуы бойынша өгей шешесі неше түрлі нәрсені көрсеткен. Сонымен бүйтіп жүргенше онда өлейін, шешеммен арғы дүниеде кездесейін дейді қыз. Бірақ енді 14 жасар қыз қалай өзін өзі өлтіреді, өлтіру жолдарын да білмейді ғой әлі жақсылап. Ауылда өскен. Мүмкін қалада бір аптека бірдемені білетіндер бар шығар, енді ол ауылда өскендіктен. Сөйтіп үйдегі бір дәрілерді алған ішкен, ол іштеме болмаған, тек іші өткен одан. Онда болмайды, енді қайтем екен деп жүргенде, бір жігіт, сол ауылының жігіті, 18-19-дағы, бұдан әжіптері үлкен, сөз салады, жүр ары бері дейді. Сонымен 14,5 жасында бұл күйеуге қашып кетеді. Сондықтан ана неге ерте жүкті болады, неге ерте байға қашып кетеді дегенде де, үйде қолайсыз атмосфера, үйден қашып кету керек. Кейде ол өгей шеше емес, кейде өзің туған шешесі де, бірақ жағдай дәл сондай болады. Сөйтіп енді бұнау енді ең ерте менің тарихымдағы клиенттерден 14,5-да байға қашып кеткен бір. Басқалар енді 16, 17, 18. Бірақ олар да үйде қолайсыз, жағдай қолайсыз. Сондықтан одан да күйеуге қашып кетсем жағдай жақсы болатын шығар дейді. Ол жақта енесі бар, ол жақта жаңа байы бар, олар тағы бақырады, шақырады. Ол үйде үйреніп қалған ғой бақырғанға, шақырғанға. Ар жағы немен бітеді, сіз айтқан ажырасуға келеді. Не дегенде ұрып тастайды, бір жерін сындырып тастайды. Ол 14 рет барған, 14 рет қайтқан, ондай жағдайлар да бар. Жақсы. Ал жаңағы біздің марқұм болған қыздарымыз жайлы сіз қарап психолог ретінде бір зерттеуіңізді жасадыңыз ба? Осы барлық қызға бір ортақ қасиет бар ма? Ол кісілердің мен айтып жатқаным, өлімге дейін жетуіне не түрткі болған? Мысалы, жастай, Мадина соңғысын алайық. Олар сол үйден қашқан. Үйдегі жағдай жақсы болған жоқ. Үйдегі жағдай жақсы болса, кейде керісінше кәрі қыз болып қалады. Үйде сондай жағдай жақсы, сондықтан ол кәрі қыз болып, оң жақта отыра береді. Ал мыналарға өте қолайсыз жағдай. Ақша жетіспейді, мәдениет жетіспейді, жаңадай ағасы бар ма, кейде інісі де зорлық, зомбылық көрсетеді. Інісі, менің бір клиентіме, інісі қожайын. Неге анандай юбка кидің? Қай жаққа кетіп жатсың? Ана телефоныңды маған тексеріп деп. Інісі қожайын болып тұр. Сонда одан олар қашып кетеді. Күйеуге шықсам онда жақсы болатын шығар. Бұл жалпы, көбісіне жалпы сондай. Екіншісі, үйдегі мәдениет жоқ қой. Бағана мен айттым ғой, ең бірінші. Тек ұрсу керек, тек ұру керек. Сөзбен бір жаннан бір жанға көпір салу деген ондай мәдениет жоқ. Сондықтан күйеуі бұған бірдеме талап етеді, енесі бұдан бірдеме талап етеді. Бірақ бұл жас келіншек, ол да бажырайып, ол да бақырып шығатын шығар. Ойлабай тақсыр деп тұрмайтын шығар. Менің фантазиям, енді менің тәжірибем сондай болып тұр. Сондықтан осыны қазір біз болып мамаларға жеткізуіміз керек қой. Ересектен бастау керек. Балық басынан шіриді. Әжелер, сіздің тағдырыңыз қандай болды? Шешелер, сіздің тағдырыңыз қандай? Енді қызыңызға соны үйретсеңші, жақсылап үйретсеңізші. Мына жерде бүйту керек, ана жерде қысу керек, мына жерде басу керек, мына жерде шыдау керек, мен ана жерде шыдадым, мен мына жерде шыдадым деп. Қазір қызына сыйлық көрсетіп жатыр ма? Қызына қошемет көрсетіп жатыр ма? Қошеметке, сыйластыққа үйренген қыз екінші отбасыға барғанда да өзін солай ұстайды. Сондықтан ертеме кеш бақырып жатқан енені де керісінше өзіне қаратып алады.
бірақ сол енелерге де айту керек қой. Ене, сіз қалай жақсы көрсеңіз де өзіңіздің ұлыңызға күйеуге шыға алмайсыз. Онымен төсекке штанды шешіп жата алмайсыз. Сондықтан штанды шешіп, оны құшақтап, оргазмды беретін әйтеуір бір әйел керек қой. Сіз неге оны? Өте жиі менің естетін әңгімем, кетсе кете берсін бұл қатын, мен саған қыз әперем дейді. Сонда не, сіздің ұлыңыз адам емес па, тұлға емес па, сіз оған не ойыншық әперіп жатсыз ба? Ана ойыншық сынсасына берсін, жаңа ойыншық әперем дегендей. Сіз өзіңіз әйел бола тұрып, келініңізді неге соншалықты төмен түсіресіз? Сонда ертең өзіңіз жақсылық көресіз ба осы ұлыңыздан? Әйелді сыйламаған ертең сізді де сыйламайды. Не дегенде сіз де әйелсіз ғой. Сондықтан мен осылай бір ата-аналар мектебін өткізсем деп ойлаймын ғой. Бана ЗАГС деп айтып едім ғой. Үйленем деді ма, 3 ай тренинг жіберу керек. Енді бала табам деді ма, қайтадан 3 ай. Қандай ана болу керек, қандай әке болу керек. Бізде мысалы қазір кенжелеп қалған нәрсе, жоқтың қасы деген, әкенің бала тәрбиесіндегі орны қайда? Алименттен қашып жүр. Ол қандай енді намыстан жоқ еркектер. Өзің тудың сол балапандарды. Неге енді алименттен қашып жүрсің? Сонда ол кімге керек, саған керек болса? Онда неге тудың ол балдарды? Сонда жауапкершілік қайда? Заңда бізде онда білмедім енді қаншалықты ол күшті екенін, бірақ әлде де алимент төлемей жүр деген менің клиенттерім бар. Соған қарағанда заң тағы да жүзеге асып жатқан жоқ. Заң қатаң болса еркектер ешқайда қашпайтын шығар. Бірақ өтірік қой. Мысалы, әйелдерде мен білемін. Күйеуінің әйтеуір кішігірім бизнесі бар, бірақ ресми түрде ол жұмыссыз, сондықтан бір 5 теңге ме, 3 теңге ме тұр. 5 баласына жіберіп тұрады. Енді ол неден күлкі ғой ол. Сонда ол бір арам әке болып тұр ғой. Арам еркек болып тұр ғой. 5 баланы дүниеге әкеліп, енді оларды нансыз қалып жатыр. Жарайды, әйеліңнен қызғанатын шығар. Білесіз бе, батыста заң бар ғой. Ажыраған еркек өлгенше ажыраған әйеліне алимент төлеп тұрады. Бірақ енді ол әйел басқа күйеуге шықса, алимент тоқтайды. Сондықтан енді біз қазірше Қазақстанда әйелге алимент төледі отқан жоқпыз ғой. Ең болмаса өзіңнің балаңа. Сонда бір ұятсыз, надан қазақтың еркектері көп. Сонда қалай оны, сонда еркектің тәрбиесін көрген ұл қазір ол жақсы бола ма? Ол данышпан бола ма? Ол бір мейірімді еркек бола ма? Ертең ол ұрпақ жалғасып кетіп жатыр. Оның әкесі оған махаббатты берген жоқ, айналайын деген сөзді айтқан жоқ. Енді бұл да ертең өзің ұлына, қызына айналайын деген сөзді айта алмай тұрады. Қоғамда мынандай пікір де бар. Әйел тілінен табады, кез келген еркекті ұруға жеткізетін әйел. Сонда сіз не деп тұрсыз қазір? Ол еркек, надан еркек, өзінің ішкі дүниесіне өзі қожайын емес еркек қой. Біреу оңға десе оңға, біреу солға десе солға кете бере ме? Онда ол тәуелді. Ол тәуелді еркек болып тұр ғой. Сізді біреу қаншалықты жаман десе де, бірақ ішкі мәдениетіңіз өзіңіз біліп тұрсаңыз, мен жақсымын деп, онда тез қарап арсқа жаққа кете бересіз. Сонда әйелінің, жарайды, оған келісейін енді, әші тілі бар, әйелдер бар. Бірақ сонда әші тіл деп неге өзіңізді өзіңіз сақтамайсыз? Ішкі мәдениет қайда кетті? Сонда әйел қожайын, оны ұрған еркек, онда ол құл болып тұр ғой. Анау не деп айтты? Соған өзінің сезімдеріне, өзінің ашуына өзі игеріп, ие боламай тұр. Онда управление гневом деген Американың киносы бар, ашуды игеру деген. Онда сол тренингті бүкіл еркектерге өткізейік. Қазақтың жігіттері сіздің алдыңызға келеді ме? Келеді. Қандай сауалмен келеді? Бірақ көп келмейді. Олар көбінесе келгенде әйелдерінің ықпалымен келеді ғой, ажыраймын дейді. Ажырамаймын дейді. Сонымен онда Анна ханымға кеттік деп сөйтіп екеу келеді. Жеке келетін еркектер олар өте қиналып, бір 3 жыл, 4 жыл дайындалып келеді. Келгенде одан кейін белгілі болады ғой. Есіңізде ма, мен сізге бір хат жіберіп едім, есіңізде ма, мен WhatsApp'та бір жаздым, одан кейін жоқ болып кеттім деп. Олар мысалы гей деген проблемамен келеді. Әйелім бар, ұлым бар, кейде 3 балам бар. Бірақ еркектерді жақсы көремін. Енді қайтем, осыны қалай тоқтатам деп келеді. Көп па ондай еркектер? Әжіптеуір келеді. Олар ұялып, қорқып келеді. Бірақ әйтеуір маған сенеді, оған да құба-құп келген екен, бәлігін тарихын әрине зерттейміз. Неге? Кейбіреуі әлі үйленбеген. Маған келгендер, мен оларға айтатын әңгімем оңай сіңіп кетеді. Не дегенде олар маған келгенше іштей дайын. Анау маған ұнамайды.
мен мына жаққа өткім келеді, кәдімгі өмір сүргім келеді деп ол іштей дайын. А енді біраз ұқсұқы деп әңгімені айтатын болсақ, олар тұратын кәдімгі ресми дәстүрлі өмірге оңай-ақ өтіп кетеді. Ал жоқ, мен осы жақта қаламын, маған осы ұнайды дегендер, олар әрине менің алдыма келмейді, біздің психоанализ орталығына келмейді. Ол еркектер тек маған келмейді, менің басқа әріптестерім бар, оларға да келеді. Бірақ әрине көбінесе келетін қыз келіншек. Енді 100%-дің 3-тен 1-і, жоқ, 4-тен 1-і еркектер деп айтсақ болады ғой. Бірақ көбісі бәрібір қыздар, әйелдер. Мен сіздің неңізді шолып өттім ютубыңызда. Мен ойласам, сәл аздау сіздің көрермендеріңіз, лайктарыңыз аздау. Мысалы, кеше біреумен көрдім, аты жөні жоқ, 1 жыл бұрын түсірген екенсіз. Бары жоғы бір 40 адам көрген, 80 адам ғой, бір кішкентай ғой. Бір кішкентай, лайк кішкентай ма, азғандай ма, сондай бірдемелер. Жоқ, кейбір қонақтар солай болады. Жоқ, соны айтайын дегенім, ол жаман емес, тырысып жатсыз ғой, әрине, бәрібір тәжірибе керек, тырысу керек. Сіз арасында жаңа маған ұқса, мен оны кәдімгі өмірде қатын жерлеп дегенде мен мүлдем айтпаймын сөзді. Мен қатын жерлепті ақ жүністен бастадым. Мен неше түрлі тренингтер өттім, ақша төлеп, приемы, пиар и реклама деген тренингтерден өткем. Сонда жаңағыдай соленое словцо деп. Сөйтіп ойлап бар тапқаным, енді ішкі мәдениетім рұқсат бергені қатын жерлеп. А былай өмірде мен ешқашан ол сөздерді айтпаймын. Тек осында экран, камера болды ма, менде прям привычка. Сразу қатын жерлептен бастай саламын. Міне сондай сөздерді сіз өзіңіз де айтсаңыз, жас болсаңыз да, келген қонақтарыңызға сондай бірдемені қосып қойсаңыз, сонда сенсация болады. Жаңа қатын жерлеп деген сөзге тырысады бәрігі. Абай жерлеп деген сөзге тырысады бәрігі. Ұнамайды оған. Қай жері дейді, жаңа гейлер бәрігіне ұнайды. Лесби деген тақырыптар. Сіз арасына сондайды қосып тұрсаңыз, адамдар келеді. Қатын жерлеп емес, сыпайы ғана әйел десеңіз, онда тыңдамайды адамдар. Хлеба и зрелищ деген. Бәрібір бұқара, сізді көретін бұқара, олар сондай сөздерді жақсы көреді. Көрдіңіз ба, ол сырттай интеллигент, академик болып отырсын, бірақ сіз тыңдағанда қатын жерлеп дедіңіз ба, бірдеңені құлағы шалып қалады. Мен ғой енді кемпір болдым, маған бәрібір қатын жерлеп. Бірінші қатын жерлепті бастағанда, білесіз ба, мен 45-те едім. Қалай айтты мен ондай сөзді, дүниеде, өмірде ешқашан айтпағам. Өзімді зорлап, сол бірінші қатын деген сөзден бастадым, енді сәл болса да сыпайлау ғой. Орысша өзіме баба деп аударып алдым да, жарайды енді баба это литературное слово деп. Ал тағы біраздан кейін оған тағы да жерлепті қосып жібердім. Бірақ жерлепті қосқаным ол шынымен де жаңағыдай 5 жасар қызға қалай айтады әжесі. Маған жылап отырады ғой сізге ұқсаған қыздар, келіншектер келіп. 5 жасымда сөйтіп әжем айтатын еді. Әжесі. Сұмдық қой, сұмдықтың сұмдығы. Сондықтан соларды қорғау үшін әжелердің бір шапалақ беру үшін осындай сөздерді айтамын. Сол кеше бүйтіп қандай подкаст деп қарағанда келген ойлар. Жақсы. Сіздің жаңағы сөзіңізден кейін мен бұл сіздің шынайы ойыңыз ба әлде экран үшін айтылып жатыр ма деп ойланатын болдым ғой, Анна ханым. Неге, қандай экран үшін? Жаңағы сөзіңізден кейін бұл сіздің шынайы ойыңыз ба әлде экран үшін, қаралым үшін айтып жатыр ма деп ойланатын болдым ғой деймін де. Қатын жерлепті ма? Жалпы ойыңыздың барлығын. Жоқ, қатын жерлептен басқасының барлығы ол өзім ғой. Маған оңай өмір сүру. Не дегенде мен ешкімді алдамаймын, өзімді өзім алдамаймын, қалай ойлаймын, солай айтаймын. Сондықтан ойбай артық сөз кетіп қалды ма, ойбай артық іс әрекет ондай жоқ. Сондықтан маған өмір сүру оңай. Не дегенде мен тек қатын жерлептен басқа айырмашылық жоқ шығар. Менің қыздарым, туысқандарым ешқашан ондай сөзді менен естіпейді. Біздің үйде ондай сөз айтатын енді бір менің мамам 100-ге келіп қайтыс болды. Енді мамам айтатын еді сондай сөзді. Енді ол қай заманның адамы? Қазір осы болып жатқан оқиғаға қатысты сіз халықтың пікіріне шолу жасайсыз ба? Кім қалай қабылдап жатыр деген сияқты? Сол шындық қой, жаңа подкастта мені көмекшім дайындағаны. Мәдинаны боқтап, Мәдинаны сөгіп жатқан комментарийлер бар. Қалай? О, бейшара қыз қыршын кетті ғой. Ой, Барниді неге жейді? Байының айтқанын неге істей салмайды? Оның өзін сөйтіп өлтіру керек, тағы бірдеме. Арнайы Инстаграмды ашып көріңізші сол. Енді бір қиямет қайым енді. Қалай соны жазуға болады? Адам қыршын кетіп бара жатыр ғой. Адамның өмірі ешқашан қайтып келмейтін нәрсе ғой.
Мен мысалы өлім жазасына Сіз қарсымын. бұған психолог ретінде баға беріп айтыңызшы, мысалы сол Мадинаға боғауыз сөздер жазып жатқан адамдар Олар қандай да бір психологиялық себебі бар әрине, ма? әрине. Олардың біріншіден жалпы мәдениеті жоқ жұрдай. Екіншіден оларда психологиялық мәдениет жоқ. Үшіншіден сонда мына жүректері олардың тас болып кеткен, мұз болып қалған. Ал енді төртіншіде оларға менің жаным ашиды. Бірінші ашудан бастаймын ғой. Қалай сендер жаздыңдар деп. Бірақ одан кейін жаным ашиды. Түкті көрмегендер ғой. Сол жазған адамдар мысалы менің кабинетіме келсе, 100% ешқашан әкесі мен шешесі оған айналайын деп айтпағандар. Сондықтан олар бір кішкентай таласатын ит па, мысық па, бөрі ма? Мүмкін кейбірі өзінің әйелін көре ма, мүмкін кейбірі сол қадамға өзі барғысы келетін бір бейсаналы әрекеті қалауы бар ма, соны ақтайды ма, сондай бір себептер Жоқ, болады сонда деп ойлайсыз? ақылы келте болып тұр ғой. Оны ол жариялап тұр ғой. Сонда ақылы келте болып тұр ғой. Мынаны біреу оқиды ғой, мынаны біреу көреді ғой деп. Болмасам онда атын шықпаса жер өрте деген әйтеуір онда атын шығару керек. Қазір атын білмейміз, бірақ біздің екеуміздің назарымызда тұр ғой сол 4-5 адам Мәдинаға қарсы сөз жазғандар. Сонда оларға аянышты. Әрине оларда психикалық ауытқушылық бары күмәнсіз. Мүмкін сөйтіп айтайық, Мәдинаға қарсы тас лақтырғандар қан жазыңыздаршы мына подкасттың артына. Мен сізді тегіне қабылдайыншы, орталыққа келіңіздер. 4-5-еуін жинап алып. Келсе, онан кейін сізге подкастқа келейік. Жақсылап жазып беріңіз сонда. Тегін қызметті көп ұсынады екенсіз, иә? Ой, бізде көп. Тегін деген көп. Мен өзім де тегін жұмыс істеймін. Менің шәкірттерім де Тегін бергіңіз келіп тұратын. иә, не дегенде адамдарға көмектескім келеді ғой. Ол Абай мен Шәкәрімде ол идея тағы да бар ғой. Дәмін білмесе, зорлап болса да дәмін татқыз деген. Енді біз енді зорлап емес, бір тегін дәмін татқызып жатырмыз. Үйренсін деп. Енді тісін тазаламайтын адамдардың аузы сасып тұрмай ма? Боғауыздар Мәдинаға қатысты. Енді сол тісті тазалау, сөзді тазалауды үйретіп жатырмыз. Жақсы, кейбірі былай деп жазып жатыр, заң енгізу керек дейді. Жалпы отбасын құрғаннан кейін жас отбасы бөлек шығу керек деген заң енгізу керек дейді. Сіз бұған енді заңгерлік тұрғыда емес, психолог ретінде Менің қосарым, олар бөлек тұрғаны абзал. Неге? Тағы қандай ережелер енгізу керек? Осындай мен мынаны түсіндіріп кетейін бірінші. Неге олар бөлек тұру керек? Не дегенде екі адам енді кездесті. Екеуінің отбасы екі түрлі болды. Мысалы біреуі сүтсіз шай ішеді, біреуі сүтпен шай ішеді. Кішкентай ғана нәрсе. Ертең сол үшін екеуі төбелеседі. Сол үшін екі адам бірін-бірі түсініп, бір отбасы болу үшін ең болмаса бір 5-6 жыл бөлек тұрсын. Екеуі әбден пісіп алды ма, ал енді енесіне де шыдайды, атасына да шыдайды, қайнапкесіне де шыдайды. Бұлар екеуі өзара әлі ортақ тіл тапқан жоқ. Оларға мынадағы 3 деген қайнапасы бар, қайынсіңлісі бар, қайнатасы бар, қайненесі бар, барлығы жабылады да, сонымен екеуі бір-біріне әлі үйренбеген адамдарды таласып, екеуін екі жаққа тартып кетеді. Сондықтан ол заң емес, ол мүмкін психологиялық заң деп айтуға болады шығар. Соны білсе ғой психологиялық заңдылықты. Мен ұлым отбасыда бір-ақ рет үйленсін де, осы отбасыда бақытты болсын десем, онда мен ұлыма жағдай жасауым керек. Ал қазақы дәстүрлер бар ғой, кенже ұл қалу керек шаңырақта, болмаса жалғыз ұл шаңырақта міндетті түрде қалу керек деген. Мен оған қарсы емеспін. Бірақ сіз психологиялық тұрғыда оған дайынсыз ба? Келіннің мысалы ертең нәзік келіннің бір талаптарына сіз сай келесіз ба? Ұлыңыз ертең үйленді, өзінің келіншегінің қасында шортимен тұрсымен я тұрсысы жүргісі келеді. Сізбен бірге тұрса, ол қалай болады? Онда еркіндік қайда, бостандық қайда? Одан кейін сіз енесіз. Сіз мысалы өзіңіз бірдеме жасағыңыз келеді, өзіңіздің кемпірлеріңізді шақырғыңыз келеді. Жас келін тұрғанда оны жасай аласыз ба? Проблема көбейіп кетіп жатыр, дау-дамай көбейіп кетіп жатыр. Сондықтан мүмкін болса, әрине жеке-жеке тұрған дұрыс. Ал енді жеке тұра алмайсыз ба? Үйіңіз жоқ, күйіңіз жоқ, онда қысатын жерді қысу керек, қысқартатын тілді қысқарту керек. Онда мына келін кетіп қалмасын деп, келінге келін болу керек. Енді психологиялық тұрғыда ғой. Неге ондай болмасқа? Неге ене болдым деп шірейіп отыру керек екен? Бірақ қазір мен ойлаймын, психологиялық сауаты бар енелер көбейіп жатыр. Не дегенде қазір келіншектер 30-35 психологиялық мәдениеті бар. Бірақ олардың енелері әлі 50-55 қой әлі. 70-80-нен айтпай қойын, оларда психологиялық мәдениет жоқ бола қойсын.
бірақ бір қуанышты жағдай, бағанағы болашақ дегенде, болашаққа мен кәміл сенемін. Оны да қазір жиі айтып жүрмін, не дегенде біздің орталықта сол көрінісін көрсетіп жатыр. Бастауыш мектептің оқушылары қазір өзінің мамасымен, өзінің әжесімен салыстырғанда психологиялық сауаттылығы мынандай болып тұр. Сонда жалпы менің 26 жылдан бері тек таза психоаналитик ретінде жұмыс істеп жүрмін ғой. Сол мен оған қуанамын. Бағана сіздің нарциссизм, жұлдыз дегеніңіз енді іштей. Мен соған қуанамын. Не дегенде сол қатын жәлеп деді ма, Американың шпионы деді ма, сатылғансың, анау мынау бірдемен. Соған бола өкпелеп қалған жоқпын. Паровозымды тоқтатып қойған жоқпын. Психоанализ ары кетіп барады, дамып жатыр. Сондықтан сол қазір балапандар енді біздің немерелер, немере шөберелер деп айтайық. Солар қазір сезім деген нені біледі. Анашым, қазір көп жастар анашым дейді ғой. Анашым, мен сізге ренжіп тұрмын. Не дегенде сіз інімді сүйдіңіз да, мені сүймей қалдыңыз. Міне қандай тәтті сөздер, қандай психологиялық мәні бар, мәдениеті жоғары кішкентай қыз. Үйленсеңіздер, психологияны білетін қыздарға үйленсеңіздерші. Кейде сіз шыдамаған жерге сол психологиялық сауаттылығы бар келіншектер солар шыдайды да, сонымен отбасыңыз сәл-сәл шайқалады да, бірақ ары қарай жүре береді. Түсіндіре алдым ба? Түсіндіре алдыңыз, бірақ сіздің шыдау деген сөзіңізге кішкене тоқталғым келіп тұр да. Шыдайсыз, мен бағана айттым ғой, ішіңізде жел жиналып қалса да сіз бір жегіне тарс етіп жіберемейсіз ғой. Шыдау керек, бәрі жерде шыдайсыз. Не дегенде сіз бір өзің жалғыз өзде ерке тотай болып өстіңіз. 2 метр, 3 метр кроватыңызда былай жаттыңыз. Ал енді күйеуге шықтыңыз. Кровать дәл сонда 2 метр, 3 метр. Бірақ енді сонда сіз саналы түрде бүйтуіңіз керек қой, қасыңызда екінші адам жату үшін. Не дегенде сіз былай шалқайып жата берсеңіз, ондай отбасы болмайды. Сонда сіз шыдайсыз. Кеше 20 жыл, 25 жыл былай жатқаныңыз, енді өзіңіз саналы түрде қозғалып, қасыңызға екінші адам жатқызасыз. Бірақ жігіт те дәл солай. Ол да шалқайып жатқан ғой. А енді шыдау керек. Кроваттың тек жартысына ғана, жастықтың тек жартысына ғана жатады. Ол шыдау болады. Ол саналы түрдегі шыдау. Ол мені ұрып жатыр, мені бұғып жатыр, бұға берсең, сұға берсең деген шыдау емес. Бұл саналы шыдау. Сонда ғана ортақ тіл табамыз. Сонда ғана отбасы шайқалмайды. Сонда ғана жаңа сіз айтқан бастаған зорлық зомбылық болмайды. Ол мені зорламайды ғой. Ары кетші, ары жатшы деп айтпайды. Мен өзім саналы түрде алатын қолымды алдым да орынды босаттым. Бірақ ол жақсы емес па құшақтасып жатқан? Марқұм Мадинаның өліміне қатысты тағы бір кейіпкер көп елдің талқысына түсті. Ол қайын сіңлісі. Араласпау керек дейді біреуі оның Мадинаның пәктігін тексерген туралы айтып жатыр. Жалпы осы отбасында қайын әпке, қайын аға, қайын сіңлі дегендердің рөлі психологиялық тұрғыдан алып қарағанда қалай болу керек? Ағылшыннан аударылған, орысшада біз оны сиблинговская зависть дейміз. Әрбір апа сіңлі, аға іні, әпке іні, қарындас аға, сиблинг оның барлығы бір сөзбен айтқанда. Бірін бірі көре алмайды. Не дегенде оның барлығы 2 адам болсын, 5 бала болсын, 9 бала болсын, оның барлығы бір анасының махаббатына бәрі мәжбүр. Бәлігі зәру мамасының махаббатына. Ал мамасы 9 баласына, 3 баласына да бірдей махаббат бере алмайды. Не дегенде махаббаты бәрі 100% болса, оны 3-ке бөлу керек, 9-ға бөлу керек емес па? Сондықтан әркім алғашқы бала келесі баланы жек көреді. Не дегенде ол мамасын тартып алды ғой. Енді мынау айтайық 2 жасар мамасы туды. Сонда 2 жасар бала ары кетті, кішкентай енді туылған нәресте мамасының қасына жатады. Сондықтан саналы түрде деді. Көріңізші, апалы сіңлілер, кейде сұмдық, апалы сіңлі бірін-бірі 14 жылдан бері әлі көрген жоқ. Аға іні бірін-бірі пышақтауға пышағы жетпей жатыр. Сондықтан оның бәрі ана жағында жатқан 5 саналы мамасына деген қызғаныш. Ол бар. Ал енді басқа бір келін келді ғой басқа жақтан. Енді оған да орын беру керек қой. Сонда бұлар қайтеді, енді бір-бірін жақтаған сымақты болады да, бәрігін жек көрініші, қызғанышы, жаман негатив сезімдері ана келген келінге кетіп қалады. Сөйтіп ол бейшара келін өзінің бір қылмыстары бар шығар, енді іс-әрекеттері, қателіктері оған жауап береді, бірақ аналардың бәрінің аға әпкесінің қателігі үшін ол келіншек жауап беріп жатыр. Сөйтіп оның жағдайы мәшһүр, оның
қиын болып кетіп жатыр ғой. келін қалай өмір сүру керек осындай отбасыда? Психологиялық сауатты жігітті іздеу керек. Жігіттер бағана мен айттым, өте жиі келмейді бізге, қыздар жиі келеді. Бірақ сонда сен мені жақсы көрдің ба, қазір айналайын деп жүрсің ба, онда бірге барайық психологқа, бірге барайық тренингке, бірге психоанализ мектебіне барып келейік. Сөйтіп жігітіңізді үйленбей тұрып психологиялық мәдениеттің бір иісін татсаңыз, ертең сізге қол көтермейді, ертең сізге дауыс көтермейді. Тек отырып алып шай ішіп әңгімелеседі. Әй жаным, мынандай болып жатыр, қайтеміз енді дегендей. Іздеңіздер, психологиялық мәдениеті бар жігітті іздесеңіздер, ертең ажырамайсыздар. Не дегенде сөз сөйлеуді біледі, сезімді біледі. Эмпатия деген нәрсе, мысалы, көп адамға белгісіз. Эмпатия деген, мысалы, мен енемді жек көріп тұрмын, бірақ жек көрсем де енемнің ішінде қазір не болып жатыр? Енем мені жек көріп тұр, енем маған жалынышты болып тұр, енем мені қазір қуғысы келіп тұр, енем мені жақсы көріп тұр, мен соны білем да, сондықтан беретін шайды берем. Іштей жек көрсем де, бірақ ененің аты ене, сондықтан жақсылап шайды құйып берем. Міне оған психологиялық мәдениет керек болып тұр. Кейде қыздар икемді енді. Тағы сізге жаңалық айтайын. Мен зерттеймін ғой осы қарым-қатынастарды, жұбайлық қарым-қатынас, отбасы дегенде. Ол біздің елде де қазір басталды. Мүмкін көп адамға бұл ұнамайтын шығар, бірақ ағылшында іздесеңіздер зерттеулерді бәрін статистиканы тауып аласыздар. Америка ма Европаның ғалымдары бірнеше елді, Америка мен Европаның оған тағы да Жапонды қосқан деймін. Неше мың адамдарды, келіншектерді, қыздарды сұрап шығады. Сонда қазір көбінесе біздің Қазақстанда дәл сондай қыздардың білімі жоғары. Мысалы, совет кезінде 55% қыздар, 45% еркектер, ұлдар диплом алатын еді, жоғары білімді. Ал қазір бізде Қазақстанда, дұрыс көрсем, статистиканы бірнеше жыл бұрын 75% мысалы магистратураны бітіргендер қыздар, 25% ұлдар. Өзіңіздің магистратураңыз есіңізге түсіріңіз, сондай болды ма жоқ? Бакалавриатта сондай болып тұр. Сонда білімі мол қыздар қазір ақшаны да жақсы табады. Олардың мамандығы бар. Ал енді бұрынғыдай жаңа сіздің әжеңіз, сіздің шешеңіз, сол ұрпақ, неге олар ажырамады? Не дегенде әйелдер қаржылай тәуелді болды. Әйел ақша таппайды, күйеуі ақша табады. Тракторист болса да ол ақша табады. Сөйтіп келіншек үйінде 5 баласын бағып, оған тәуелді болып отырады. Ал қазір тәуелді болатын әйел аз. Сондықтан бұрынғыдай олар жалынышты емес. Сондықтан біздің қазір отбасы деген, дәстүрлі отбасы дегеніміз қазір қирап жатыр. Ол тек ажырасу емес. Көп қыздар мысалы күйеуге шықпайды. Шыққаннан не пайда? Оның білімі жоқ, оның ақшасы жоқ, үйі жоқ, күйі жоқ. Онда мен оны асырап алам ба? Сондай идея, сондайлар бар. Ал одан кейін child free дегенді естіген шығарсыз. Саналы түрде. Қазақстан енді ол өте бірең сараң әлі. Бірақ батыста бар, мен ойлаймын, ол да бізде жақындастыру ғой, ол да бізге жақында кеп қалады. Үйленеді, бірақ бала таппайды. Бақытсыз бала, кедей бала не үшін керек? Өзіміз үшін өмір сүреміз дейтіндер болады. Ол ертең-кеш бізге де келеді. Соған дайындалыңыздар. Қазір келіншекті ұра бергеннен пайда жоқ. Ол келіншек сізге қазір ұрпақ беріп жатыр ма? Онда сол көтті қысқан бай болар деп, сол ұрпақты құшақтап тәрбиелеп отырған шығар. Тағы да аналар мен әжелерге, аталарға айтатын әңгіме. Жалпы қарым-қатынасты зерттеймін деп жатырсыз ғой, алдыңызға неше түрлі жұптар келеді, неше түрлі тағдыр келеді. Төсек мәселесіне қатысты ажырасып жатқан жұптар болады ма? Иә, болады. Енді шаршадым, тойдым деген аз болады жа, керісінше барлығы қарны ашқандар, жетіспейтіндер. Сонда мен оларға түсіндіретінім, мысалы жақсы жұп дегеніміз, сонда мынау белден төмен жағы тамаша болу керек, жүрек деңгейі тамаша болу керек, бастың деңгейі де керісінше жақсы болу керек. Керісінше басты дегенім, керісінше біз бастан бастаймыз. Мысалы мен, сіз айтайық, жас қыз, жігітті көрдіңіз, бірінші басыңызбен көресіз ғой оны, көзіңізбен. Бойы бар, ойы бар, түрі бар, дипломы бар, шалбарын үтіктеген, шнурки поглаженный деп, онда болады деп басыңызбен шешесіз. Одан кейін бірнеше кездескеннен кейін мына жүрек деңгейіне түседі жаңа сезімдер. Оны жылы қабылдайсыз.
өзіңіздің бір ағаңыздай, өзіңіздің бір сыныптасыңыздар кішкентай кезден өскен, өзіңіздің бір ініңіз ба, әйтеуір өзіңіздің туысыңыз болып кетті. Ол жігітті еске алғанда жүрегіңіз мына жерде жылып шығады. Ал одан кейін ар жағына енді кейбіреуі ЗАГСке барады, кейбіреуі ЗАГСке бармайды, белден төмен. Оны да тексерген әрине жақсы. О жақтан да кейде тамаша болады, кейде болмай қалады. Біреудікі тұрмай қалады, ол қыз болса да тұрмай қалады. Кейде тағы бірдеме әртүрлі. Ол бір деген ұнайтын нәрсе жоқ. Біреу қорқып қалады. Біреу екеуі де мысалы тәжірибесі жоқ, не істерін білмейді. Сөйтіп не істерін білмегенде қызық әңгімені айтайыншы мен сізге. Онда 7 жыл болды үйленгеніне, әлі баласы жоқ. Сонымен әке шешесі, жігіттің әке шешесі маған жібереді. Барыңдар, әйтеуір бірдеме жасап, бізге немере керек дейді. Болды, күттік қой 7 жыл. Бармаған жеріміз жоқ дейді. Сөйтіп әңгімелесіп отырсақ, ол 7 жыл күйеуде жүрген қызымыз әлі қыз. 7 жылдың ішінде пәктігін жоғалтпаған, не дегенде қорқады. Ана күйеуі келетін болса, бұл тебуді бастайды. Сонымен әлге дейін енді белін ашпаған қыз болып тұр ғой. Тек енді құшақтасады, аймаласады, басқа нәрсесі жоқ. Соны енді зерттедік. Сөйтсек, 9 сыныпта мына қыздың шешесі қайтыс болған. Әкесі оны былай ұстаған, қызым бұзылып қалмасын деп, мектепке дейін өзі апарады, сабақтан кейін өзі үйге әкеледі. Ешқандай тәжірибе жоқ. Сонда мына жеріне құйып қойған ғой. Аяғыңды ашсаң, етегіңді ашсаң, өлтіремін де, үйтемін де, бүйтемін деп. Сонымен етегін ашамай қалады, аяғын көтере алмай қалады. Сол қорқыныш. 7 жыл бойы ғой. Бірақ екеуі бір-бірін жақсы көргендіктен оны жасырады, ешкімге айтпайды. Енді дәрігерге бар дегенде, иә дәрігерге ауылдан қалаға кеттік деп айтады, дәрігерге қалай барады, ол қыз ғой. Онда ауылда ол бір дегенде белгілі болып қалады оның қыз екенін. Қалай бала туады ол әлі қыз болса. Сонымен неше түрлі техника жасап, бір аптадай әйтеуір сол ауылдан келген адамдар менде қонақ үйіне жібердім, шампанский ішіп көр дедім, вино ішіп көр, не дегенде оның өзін жұмсартамай жүр ғой, қатып қалған. Одан кейін өзін жеке күйеуімен бірге неше түрлі әңгіме айтып, ол баяғыда болған. Одан кейін мен оқуға шетелге кетіп қалдым. 1 жылдан кейін ба қайтып келсем, екеуі келіп тұр ғой, бөпені көтеріп, рахмет сізге деп. Ол болады екен. Міне сіздерге қызық жағдай. Одан кейін жақын арада тағы біреу сөйтіп жазды. Апай, сізге келсем бола ма? Ол диагноздың өзінің бір атаулары бар. Менде осындай нәрсе деп. Жарайды, келе қойыңыз деймін, бірақ әлі келген жоқ. Ал көбінесе еркектердің жалобасы, әйелім суық, қашан келмейін, басым ауырып жатыр, шаршадым, кет шалдары деп мені жақындатпайды дейді. Осыған қатысты қазір енді неше түрлі курстар шықты ғой, Ол курстар шыққанда, иә, әрине ұстап қаласың деп жатады. Расымен секс пен семьяны ұстап қалуға болады ма? Бағанағы үшеуі бірдей болса, бұл өте жақсы ынтымақтас, екеуі ынтымақтас. Жақсы жұбайлар, жақсы отбасы болады. Сонда олар жақсы әке шешеде болады. Бізде көбісі, маған келген клиенттердің көбісі мына жер жоқ. Мына екеуі бар. Өте сирек мына үшеуі бір дегені болуы. Әйелдер, мысалы, соны еркектер білу керек шығар. Әйелдер өкпелеп қалды ма, болды, қолы, аяғы, етегі көтерілмей қалады ғой. Мына жақта жүрегіндегі өкпе деген болды, одан кейін сізді құшақтай алмай қалады. Еркектердің физиологиясы басқаша. Ол өкпелеп жүрсе де, ашуланып жүрсе де, белден төмен жағы ырылдай береді ғой. Сөйтіп екеуі сәйкес келмей қалады. Кішкентай тағы бір клиенттер келген, есін түстім. Бұл жерде әйелі керісінше. Әйелінің ынтасы бар, ниеті бар, еркек бұған жоламайды. Сонда оңаша сөйлескенде неге десек, оның бір жаман иісі бар дейді ғой. Көрдіңіз ба? Сөйтіп әйелінің жаман иісі бар, еркегі оны құшақтағысы келмейді. Бірақ әрине екеуі жұп болғаннан кейін бір-екі баланы туып тастаған ғой. Оргазм деген нәрсе ол бірін-бірі жақсылап, аямай құшақтау ғой. Одан кейін енелерге қатысты, қайынсіңлілеріне қатысты 2 студент кішкентай ғана бір времянкада тұрады. Бар жоғы бір бөлме. Жоқ, соған 2 қайынсіңлісін жібереді ғой. Сонда бұларда қандай оргазм, бұларда қандай жыныстық қатыс. Ұқтеуге шама жоқ қой, бәрі кішкентай бір бөлмеде жатқандықтан. Сондықтан бағанағы неге жастар жеке өмір сүру керек дегенде, ең болмаса осы төсек ләззатында олар білу керек шығар, сол үшін үйленген шығар. Сондықтан жастарға еркіндікте
Сонымен аяқтаймыз ба сіздің подкастты? Тағы бір екі сұрағым болып тұр. Қазір психологтар көбіне үйрететіні күйеуден қалай сыйлық алу керек дейді ғой. Сізден енді сауатты, білімді психолог ретінде осыған сізден бір кеңес болады ма, әлде бұл мүмкін емес жағдай ма? Мен бағана айттым ғой, басынан бастап психологиялық сауаттылығы бар жігітті іздеп көріңші деп. Сондықтан ол кішкентай кезінен, өзі жас кезінде сараң жігіт болса, қызғанатын жігіт болса, ол сізге үйтсеңіз де бүйтсеңіз де бәрібір шуба алып бермейтін шығар. Ал бірақ сізді жақсы көрсе, онда сізді жақсы көргендіктің белгісі ретінде сол шубаны сізге әрине алып береді. Тағы да бір мәселе, мысалы кейбір жігіттер, күйеулер өте жиі алып береді. 17 миллионның бриллианты, 10 миллионның шубасы, тағы бірдеме. Ол жақсы көргендіктен емес. Бағана айттым ғой бір клиенттерімді, күйеулер соғады деп. Күйеу соғып алады да, ертеңіне кешірім сұрап, сол 17 миллионның бриллиантын алып беріп тұрады ғой. Сонда ол махаббаттың белгісі ма? Ол керісінше емес пе? Абьюзер, садист, кеше ғана оны көгала қойдай сабады да бүгін енді алып беріп тұр. Сонда одан не пайда? Сондықтан тағы да айтатыным, ортақ тіл керек, ортақ тіл. Енді кішігірім сізге сыйлықты берсе де, бірақ сізді жаным, күйім, айналайын, алтыным деп тұрса, сол абзал емес пе? Бриллианттан не пайда? Ертең сізге тағы да айналайынды айтпай тұрса. Бағана біздің тақырыбымыз зорлық зомбылық деген осы отбасыдағы айналып жүретін бір цикл ғой. Мысалы әже боқтады, шеше боқтады, қызы боқтайды, қазір немересі боқтайды. Ата ұрды, ұлы ұрды, немересі ұрды. Бірінен бірі ұрпақтан ұрпаққа. Сондықтан бағанағы сұрақтың енді екінші жалғасы біздің тыңдармандар ұмытта кеткен шығар. Сізді 3 сөзбен бағана мамаңыз қандай ұрысты, балағаттады, жамандады. Ал енді сіздің тұңғышыңыз болса, неше бала болса да тұңғышын алыңыз. Сіздің тұңғышыңыз бір 10 жыл, 15 жылдан кейін маған осындай бір тренингке келіп қалса, сіздің қандай 3 жаман сөзіңізді сіздің тұңғышыңыз маған алып келеді. Өте жиі бұл тағы да тікелей ұрпақтан ұрпаққа өтетін. Мысалы, мамаңыз сізді оңбаған деп ұрысты ма, сізде қазір бірінші қызыңызды оңбаған деп ұрсасыз. Мамаңыз сізді адам болмайсың деді ме, сізде бүгін бірінші тұңғышыңызды адам болмайсың деп айтып жатырсыз. Міне сонда ғана біз әркім өзінде мына жерінде зорлықты тоқтатса, бүкіл қоғамда зорлық тоқтайды. Жақсы. Соңғы сұрағым болсын, жалпы осы сұхбатқа арқау болғанда, осы интернеттегі шулаған тақырып болды ғой. Осыған қатысты психолог ретінде сіз халыққа, жалпы интернетте осындай бір екі жағын алайықшы, бірі осындай бір арты өліммен, қаралы хабармен ұласқан бір хабар болса, соны қалай қабылдау керек қоғам? Біреуі одан өзін күйеуін көріп кетеді, біреу жоқ күйеуіне күмәнданып бастайды, күйеуін жек көріп бастайды сол ақпаратты естігеннен кейін. Екінші жағы, кейбір жағы блогерлер деп айтамыз, шектен тыс әдемі картинаны көрсетеді. Үлкен букет сыйлағанын көрсетеді, жаңа сіз айтқан пәлен караттық бриллиантын көрсетеді. Оны көрген кейбір отбасыларда ұрыс шығып жатады. Немесе өзін өзі бағалау төмендеп жатады. Мынау коттедж алып жатыр, мен әлі түк бітірген жоқпын деген сияқты. Осы екеуіне бір әдемі кеңесіңізбен қорытындыласақ. Иә. Мен жақында ғана қазір Индияға бір тренингке алып баратын бір топты жинап жатырмын ғой. Сөйтсем, Индияда да жұрттың баласы деген сөйлем бар екен. Индияда балдарын жамандайтын болса, бірдеме болса, жұрттың баласы мынандай, жұрттың баласы мынандай деп. Сондықтан мына жердің шешімі, жұрттың баласымен өзіңізді салыстырмаңыз. Жұрттың баласы әртүрлі. Ол жаңа 17 миллионның бриллианты қандай бағамен келіп жатқаны сізге беймәлім, сіз тек жақсы жағын көресіз. Сондықтан менің бірінші кеңесім, әлеуметтік желілерді, телеарналарды көрмей қойыңыз. Өзіңіздің өміріңіз бар ма? Оқитын кітабыңыз бар, баратын хоккей бар, парк бар, оқитын тағын білмеймін, тоқитын нәрсеңіз бар, кездесетін адамдарыңыз бар. Сонда өзіңізді өзіңізбен салыстырыңыз. Мысалы, кеше тек мектепте оқып жүрбедіңіз, бүгін бакалавриат бітірдіңіз. Кеше бакалавр едіңіз, бүгін магистр болдыңыз. Кеше кәрі қыз едіңіз, бүгін келіншек болдыңыз. Кеше жалғыз басты әйел едіңіз, бүгін отбасыңыз бар. Кеше баласыз әйел едіңіз, бүгін балаңыз бар. Кеше күйеуіңіз жоқ еді, бүгін күйеуіңіз бар. Сондай өзіңізді өзіңізбен салыстырсаңыз, бәрібір күннен күнге өзіңіздің дамығаныңызды көріп тұрасыз.
ал басқа біреумен салыстырғаннан одан сізге пайда жоқ. Онда асыл өле салу керек қой. Не дегенде ол белгілі ғой. Мысалы менде ешқашан президенттің билігі енді болмайды. Оған жасында келді, уақыт өтіп кетті. Білмеймін ғой басқа. Енді менің замандасым Бутя деп айтатын, енді жастар білмейтін шығар. Мысалы Бутяның кезіндегі байлығы менде енді болмайды. Енді қайтемін, үйтемді бүйтемді өзімді өлтіре салуым керек па? Әркім өзінің деңгейінде. Мысалы бір ағашты алыңызшы. Ең үстінде жапырақ бар, ең төменде де жапырақ бар. Бірақ әр жапырақ өзінің орнында жылтырап тұр желге. Сондықтан біз де сондаймыз. Осы өмірде әркімнің өзінің бұтағы бар, өзінің жапырақ ретіндегі орны бар. Неге сол жерде қуанбасқа? Әркім өзінің деңгейінде, өзінің отырған жерде қуанбасқа. Бәрібір сіз өзіңіз сенсеңіз, бағанағы нейролингва бағдарлау деген нәрсе, жақсылыққа өзіңізді алып барасыз. Анамен мынамен салыстырғанда, онда өзіңізді көтеріңіз. Жұрттың баласымен салыстырғым келеді, ойбай десеңіз, онда көріңіз. Аналар бір тілде сөйлеп жатыр. Мен екі тілде сөйлеп жатырмын. Мынау екі тілде сөйлеп жатыр. Мен үш тілде сөйлеп жатырмын. Қазір қартайсам да 5-ші тілді қазір неміс тілін оқиын деп жатырмын деп. Неге онда өзіңізді мақтамайсыз? Неге біреумен салыстырғанда үнемі өзіңізді төмендете бересіз? Не дегенде мына жерде әкеңіз бен шешеңіз бүгінге дейін отыр. Кезінде олар жұрттың баласы жақсы, сен жаман деп үйреткен. Сонда қазір өзіңізге өзіңіз жандарым болып тұрсыз ғой. Міне сол іштегі жандарымды, білмеймін ғой, отголға жіберіңіз, отпускаға жіберіңіз, пенсияға жіберіңіз. Өлтірсеңіз, өлтіре салыңыз. Өзіңізді өзіңіз жақсы көрсеңіз. Осы Инстаграмда, Ютубта да бар менің каналымда. Өзіндік баға деген жаттығуды тауып алып, соны жасасаңыздар, өзіңізге әжептәуір көмектесіп қаласыздар. Жақсы, рахмет. Ал жаңағыдай қаралы хабарларды естіп жатқанда, жолы кешегі салтанаттың өлімі деген сияқты. Оғанда бұл өмір. Өмірде келу бар. Бізде қоғам эмоциямен қатты кіретін сияқты. Өмірде келу бар, өмірде кету бар. Сондықтан тек осы ананың мынаның өліміне қадағалап қалсаңыз, онда өкінішті. Онда сіздің өз өміріңізде қызығушылық жоқ. Онда өзіңіздің хоббиіңіз жоқ. Онда шоқитын нәрсеңіз жоқ қой. Мысалы, бізде үйде ешкімде телевизор жоқ. Неше заман, 20 жылдан бері телевизор жоқ. Әрине, керек нәрсенің барлығы телефонда бар. Бірақ жаңалықты көрмейміз. Не үшін керек жаңалық? Біреу-біреуді пышақтады, біреу-біреуді боқтады, біреу-біреуді өлтірді. Мен мысалы Инстаграмда қазір оқитыным ғылымдағы жақсылықтар, дүние жүзіне пайда келген ғалымдар. Оның барлығы бар, сондай неше түрлі позитив бар. Неге соған онда подписка жасамайсыздар? Подписка көріңіз. Дүниеде қуанатын нәрсе өте көп. Білмеймін, мысалы қазір көбелек ұшып кетті ме? Қандай тамаша көбелек. Сіз қашан көрдіңіз соңғы рет көбелекті? Сіз қашан мысалы жұлдызға көрдіңіз? Біз осы 1-2 апта бұрын Қапшағайға барсақ, балдар, жұлдыз бар екен ғой аспанда дейді. Көрдіңіз бе? Қалада соншалықты жүреміз, жұлдызды көрмейміз қалада. Сондықтан қаладан шығыңыз, жұлдыздарға қараңыз. Мақатаевтың өлеңін оқыңыз.